саламатсыздар ма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі есептеу техника және программалық қамтамасыздандыру мамандығының арнайы пән оқытушысы Устемов Саламат Жоланович. Объектілі бағыты бағдарлама негіздері пәні бойынша. Сабақтың тақырыбы тармақталу оператор, шартты оператор. Сабақтың мақсаты оқушылардың C++ тіліндегі шартты операторлар жайлы білімдерін қалыптастыру, тармақталған программа құруды үйрету. Тармақталу операторы, шартты оператор. Тармақталу операторы тармақталу процестері бар алгоритмдерді ұйымдастыру үшін шарт операторлары пайдаланылады. Тармақталу операторы if, switch болып екі топқа бөлінеді. Шартты оператор if егер шарт операторы есептеу жолында екі шарттың біреуін орындалуын жүзеге асырады. Операторының жазылу формасы if өрнек бір оператор. Егер шарт ақиқат болса, онда бірінші оператор орындалады. Егер шарт жалған болса, онда екінші оператор орындалады. Яғни else кейінгі екінші операторды біз іске қосады екенбіз. Шартты if шартты операторының блок схемасы. Шарт кез келген шарт ақиқат болса, онда бірінші оператор орындалады. Ал екінші оператор бізде орындалмайды. Егер бірінші шарт жалған болса, онда ол екінші шарт орындалады. Яғни бірінші оператор ғана орындалады. Кіріктірілген шартты оператор. Операторының жазылу формасы. If бір шарт бірінші оператор. Егер бірінші шарт ақиқат болса, онда бірінші шарт бірінші оператор орындалады. Егер бірінші шарт жалған болса, онда бізде екінші оператор орындалады. Яғни if екінші шарт және екінші оператор орындалады. Бірінші, екінші шарт ақиқат болса, жалған болса, онда бізде үшінші оператор орындалады. Екен. Шартты операторының блок схемасы. Бірінші шарт ақиқат болса, онда бірінші оператор орындалады. Бірінші шарт жалған болса, онда екінші оператор орындалады. Ал енді бірінші және екінші шарт жалған болса, онда бізде үшінші оператор орындалады. Үшінші оператор яғни орындалады. Осы else if'ке байланысты бір. Бекіту мысалы қарастырып көрейік. Мысалы ретінде берілген A, B, екі санның үлкенін анықтайтын шартты операторының программасын құруымыз. Ол үшін біз бірінші кітапханадан бастаймыз. Яғни решетка include EOSTREAM. Екінші кітапхананы пайдаланамыз string, яғни include string. Естественно, namespace std бұл мәліметтерді айнымалыларды сипаттау болып табылады. Int main, int a, b, maximum айнымалыларды сипаттау болып табылады. Шығарамыз, енгіземіз. Code операторы, cout оператор, екі санды енгіз. Сен a, b енгізілген мәтіндерді A мен B-ға меншіктеу болып табылады. Одан кейін біз бастаймыз. Егер шарт ақиқат болса, A, B үлкен болса B-дан, онда максимум бізде A орындалады. Егер A жалған болса, немесе B орындалуы мүмкін. Coutпен шығарамыз максимумды. Return 0. Жазылды программа.
жаздық. Енді осы программа листini біз программаға салып көрейік. Ол үшін def C++ программасын ашамыз да сол жерге таламыз. Алдымен көшіріп алайық. Ctrl+C, Ctrl+C. Программаны ашамыз қазір. Аштық, саламыз, енді көшіріп алдық. Көшіріп қойдық. Енді тексеру үшін пернетақтадан біз пернетақтадан F5 батырмасын басу арқылы. Яғни программа қате ма, дұрыс па? Бізге қате дұрыс болса, онда бізде қара экран шығарып береді. Яғни бұл жерде біз жазамыз 2 сан енгіз. Яғни 47-ні енгіземіз және 42-ні енгізейік. Enterді басқан кезде бізде максимум 47. Яғни программа дұрыс орындалды деген мағынаны білдіреді. Қате емес, дұрыс екен. Яғни ең үлкен саны бізде 47 болып табылады. Жақсы. Келесі. Бекіту екінші мысалын қарастырайық. Бұл бізде берілген X, Y, Z 3 санның үлкенін анықтайтын программа құрыңыз. Яғни кірістірілген шартты операторларды пайдалану арқылы екен. Ол үшін қазір көрейік, біз қайтадан бастаймыз. Яғни include string space std int main айнымалыларды сипаттаймыз. X, Y және code операторымен 3 санды енгіземіз. Бұл жерде біз 3 санды енгіземіз. Code sin X, Y, Z. X, Y, Z'ті меншіктейміз. If саны Y-тан үлкен. Немесе if X үлкен Z-тен болған кезде максимум X-ға тең болады. Немесе максимум Z-ге тең болады. Z-ға тең. Егер YZ максимум Y-ға тең болады. Немесе әйтпесе максимум Z-ға тең болады. Шығарамыз кодпен. Нәтижесін шығарамыз. Максимум return 0. Енді есептің нәтижесін көру үшін көшіріп алайық. Программаны қайдан ашамыз. Яғни қоямыз программаға. Қараңыз, 3 санды енгіз дейді. 3 санды енгіз. 11. Enter береміз. 97. 86. Яғни максимум 97 көрсетіп. Яғни дұрыс программа ең үлкенін бізде 97 санын шығарып тұр екен. Екі мысал қарастырдық. Енді қолданылған әдебиеттер. Яғни біз қолданып жүрген әдебиеттер сабағымызда әрбір сабақта Бөрібаевтың программалау технологиялар. Алматы 2011 жыл. Жақсы, үйге тапсырма балалар, шеңбердің ұзындығын анықтайтын программа құрыңдар. Осы, сау болыңыздар.